Ассаляму алейкум достар, бүгін сіздерге ерекше дәмді, әдемі болып шығатын панчо тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен ыдысқа 3 дана жұмыртқа саламыз. Ыдысқа миксерлеуге ыңғайлы болатындай ыдысты пайдаланамыз. Егер сізде ұсақ жұмыртқалар болса, онда 4 жұмыртқа пайдаланасыз. Оның үстіне шекерімізді салып, енді оларды жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне өсімдік майын және де сүтті құямыз. Қайтадан жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне ұнды саламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз. Аз-аздан миксерлеп және де қайтадан қалған бөлігін салып, қайтадан миксерлеп солай саламыз. Тортқа қажетті барлық ингредиенттердің мөлшерін видеода және де видеоның астында описаниеде жазып кетемін міндетті түрде. Ұнды толық салып болғаннан кейін енді қайтадан бір жақсылап миксерлейміз де барлық дайын болған массаны формамызға құямыз. Кез келген пішіндегі, кез келген көлемдегі форманы пайдалана беруге болады, себебі пісіп шыққаннан кейін бұл піскен бисквитті біз турайтын боламыз. 200 градуста қызып тұрған пешке пісіруге саламыз. Бисквитіміз піскенше енді кремін дайындаймыз. Бізде қаймақты крем болады. Қаймақтың үстіне шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын болған кремді тоңазытқышта сақтаймыз. Тортымызға ерекше дәм беру үшін кез келген жеміс-жидектерді қосуға болады. Ол өздеріңіздің таңдауыңызда. Мен банан және де апельсин қостым. Олардың орнына не болмаса кез келген консервадағы жеміс-жидектерді де пайдалана беруге болады. Бисквитіміз пісіп дайын болды және де тортымыз әдемі биік болып шығу үшін видеода көріп тұрғандарыңыздай терең ыдысты пайдаланыңыздар. Және тортымыз беті тегіс болу үшін және де ыдыстан оңай түсуі үшін оның ішіне пищевой пленка төсейміз. Тортымыздың ең астыңғы бөлігін дайындау үшін ыдысымызбен бірдей етіп тарелкамен немесе қақпақпен өлшеп бисквитімізді кесіп аламыз. Менің бисквитім биік болып шыққандықтан мен оны жұқарту үшін ортасынан бөлемін. Оны солай қалың күйінде де қалдыра беруге болады, бірақ та ол кезде тортыңыз құрғақтау болып кетуі мүмкін астыңғы бөлігі. Енді бисквитіміздің қалған бөлігінің барлығын ұсақтап турап шығамыз. Одан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай оны жаңағы дайындаған кремімізге малып, ыдысымызға салып отырамыз. Бисквиттің барлығын солай кезекпен салып отырамыз және де ортаңғы бөліктеріне дайындап қойған жеміс-жидектерімізді салуды ұмытпаймыз. Жеміс-жидектерді әрбір бөліктеріне, әрбір жерлеріне салып жіберсеңіздер болады. Бисквиттің барлығын осылай кезекпен салып шығамыз. Одан кейін креміміз қалып қойған жағдайда үстінен құйып, торттың арасына сінетіндей етіп жағып шығамыз. Барлық бисквитімізді салып болғаннан кейін жаңағы дайындап қойған тортымыздың астыңғы бөлігін орналастырып, пищевой пленкамен жауып шығамыз. Тортымыздың беті тегіс болып шығу үшін пленканың жан-жақтарынан тартып орналастырамыз. Дайын болған тортты тоңазытқышқа кем дегенде 3-4 сағатқа не болмаса түнге қалдырасыз. Енді дайын болған тортымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай астына ыдысын қойып барып шығарып аламыз. Кейін бетіндегі пленкасын жаймендеп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай торт тегіс биік болып шықты. Енді оның бетін безендіреміз. Мен тартылған шоколадтармен әдеміледім. Сіз өз қалауыңызша, өз фантазияңызбен
басқаша да әдемілесеңіз болады. Орнына ерітілген шоколадты не болмаса кез келген жеміс-жидекпен де әдемілеуге болады. Көріп тұрғандарыңыздай торттың формасы да ерекше әдемі болып шығады. Дайындап көріңіздер міндетті түрде. Және де достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де мен каналыма міндетті түрде тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым алғашқы болып сіздерге көрінетін болады. Осы ерекше панчо тортын жақындарыңызға сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған мен, Айгүл Жасан. Назарларыңызға рахмет.